Сәлем қыздар, ежевика және персиктен қыстық компот дайындаймыз. Қажетті ингредиенттер: ежевика, персик, жуылған банкалар, 2 литрлік және 3 литрліктер қажет болады, қант және қайнаған су. Банкаларды жақсылап бір жуып аламыз, стерилдеудің қажеті жоқ. Персиктерді осылай дәнегін алып, екіге бөліп саламыз. Ежевиканы да жақсылап жуып, персиктің үстіне орналастырамыз. 2 литрлік банкіге 200 грамм қант қосасыздар, 3 литрлік банкіге 300 грамм қант қосатын боласыздар. Қантты салғаннан кейін қайнап тұрған кипятокты құямыз, водолаз қағып құямыз, яғни до конца жабылатын жеріне дейін құятын боламыз. Крышкаларымызды бір рет ыстық суға салып аламыз, содан кейін ғана барып банкаларымыздың бетіне орналастырып, закрывашкамен мықтап жабамыз. Маңызды момент: қантымыз ерігенше банкаларды осылай аунатамыз, қант толықтай еруі қажет. Компоттарымыз тәтті болып шығады, сондықтан қыстың күні ашқан кезде су қосып қолдана бересіздер. Өте эконом.